Ассалаумағалейкум, қалайсыздар бауырлар? Бүгін мен сіздерге Redmi телефондарын қалай қатырмау керегін үйрететін боламын. Сіздер осы видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызды бастайық. Ал ендеше міне біз Redmi телефонның ішіндеміз. Бұлай қарай ашатын болсақ, бұл жерде бізде настройки дегенге ішіне кірген кезде кіреміз, поискке кіреміз, для разработчикті басамыз. Так, қазір осы жерде шығу керек, міне көріп тұрғандарыңыздай для разработчиков деп шықты. Үстін басасыздар. Басып болып астыға түсіре бересіздер осылай. Астыға түсіре бересіздер. Сол кезде міне бізде міне тұрады міне. Көріп тұрғандарыңыздай міне оқып көріңіздер. Выключить 4x мса деп қойыпты, короче, достар. Мса деп қойыпты. Выключить 4x мса. Осыны күнделікті бір рет қосып отыруларыңыз керек. Андай күнде өзі өшіп отырады ол. Бір күн өтеді, 24 сағат өткен сайын ол өзі автоматически өшіп кетеді. Сондықтан сіздер бұны күнде кіріп қосып отыруларыңыз керек. Бұны қосқаннан кейін сіздер телефондарыңыз жақсы жұмыс істей бастайды. Қату деген заттар шықпайды. Және де айта кететін, бұл жерде бізде анимация окон, анимация переходов деген заттар болады. Осыларды да міне без анимация қылып қойсаңыздар, телефондарыңыз қатпайтын болады. Бұл жерде міне минимальный шарина. Бұл бізде DPI деп қысқартып айтады адамдар. Осы DPI-ді мысалға сіздер бұлай өзгертіп қоюларыңызға болады. Бірақ мен өзіме ыңғайлы осы 400 ыңғайлы менің. Осылай ауыстырып отырсаңыздар болады. Міне өз баста 400-ге қойып аласыздар. Осыны мына жаңа 4x мыстаны тек қосып жүруіңіз керек. Күнделікті қосып отыруларыңыз керек болады. Айта кететінім осы, міне осыны ұмытпаңыздар. Так, сосын бұл жерде бізде достар бір айта кететін жайт. О телефоныға кірген кезде міне хранилище деген болады. Осы хранилищені күнделікті тазалап отыруларыңыз керек. Бұның ішінде сіздер күнде көрген нәрселер, барлық мусорлардың бәрі осы жерге жинала береді. Міне қараңыздаршы, мен тазаламағаныма 2-3 күн өтіп кеткен екен. 2-3 күннің ішінде міне 3 гигабайт жиналып қалған осы жерге. Просто так 3 гигабайт. 3 гигабайт дегеніміз аз емес, білесіздер. Осы бір басшы бересіздер. Сонда мына жерде астында антивирус деген болады. Антивирусты бір тазалатып алыңыздар. Ішінде телефондарыңыздың приложениесі қатама, қатпайма, соның барлығын өзі түсіндіріп отырып көріп береді. Міне все в порядке. Біздің телефонымызда значит вирус жоқ деген сөз. Сосын бір тағы да бір айта кететін жайт. Мына жерде удаление приложение деген бар. Осының үстін бассаңыздар, сіздердің әр приложениеңіз қанша гигабайт жеп тұрғанын көрсететін болады. Міне қараңыздар. Мысалға менде қазір TikTok 2 гигабайт алып тұр, Telegram 2 гигабайт, FK Mobile 1 гигабайт алып тұр, Instagram 1 гигабайт, CapCut 1 гигабайт, Ven Video Editor 1 гигабайт алып тұрды. Осылардың бәрін негізі өшіру керек деп ойламаймын. Өткен өзіме керек заттарды ғана тартып қойғанымда, сіздерде өздеріңізге керек емес нәрселерді өшірулеріңізге сұранамын. Ал достар, тағы да айтатын болсам, мына жерде қараңыздаршы, міне настройкиде жаңағы гигабайттарды азайтуға болады. Міне ашасыздар, приложениеге кіресіздер. Приложениеге кірген кезде все приложение деген болады. Үстін басасыздар. Үстін басқаннан кейін міне шетінде мегабайттарымен, гигабайттарымен жазып қояды. Өзі көп гигабайт алып тұрғанға кіресіздер. Так, менде жаңа Telegram қайда? Telegram міне 2500 мегабайт алып тұрған, 2 гигабайт 500 мегабайт алып тұрды. Міне үстін басасыздар, память дегенді басып, мына жерде очиститнан басасыздар. Өзі Telegramға автоматически түрде кіргізіп жіберетін болады. Міне 1.9 гигабайтты тазалауымыз керек міне. Үстін бастық, тазаладық, мінекей. Сонда мына жерде очистит кеш деген болады. Кешті де тазалап жіберсіздер. Бұның қорықпай қойыңыздар. Еш зияны жоқ, еш деңгейіңіз кетпейді. Бүкіл контакты бәрі ішінде тұрады. Тек сіздерде өз ішіндегі мусорларын тазалап тастайтын болады. Міне көріп тұрғандарыңызда енді бізде Telegram 238 мегабайтқа түсіп қалды. Бағана қанша? 2 гигабайт 500 мегабайт еді. Көріп тұрғандарыңыздай. TikTok'та да сондай қылып тазалап жесеңіздер болады. Міне кешті басып, бірақ айта кететін жайт, очистить все дегенді басып қоймаңыздар. Очистить все дегенді басып қойсаңыздар, сіздердің ішіндегі бүкіл аккаунттарыңыз, бүкіл подписчик жинап қойған, лайк жинап қойғандар болсаңыз, барлығы күйіп жоқ болып кететін болады. Осы айтатыным,
мінекей осы жерде барлығын өздеріңіз тазалап отырсаңыздар болады. Так, бұл жерде бізде енді басқа нәрсе керек емес деп ойлаймын. Өткенде бізде мегабайт болып тұрды бәрі. Мына жерде төбеде көріп тұрғаныңызда обновить 2 приложение деген болады. Соны басып обновить етулеріңіз керек болады. Өткенде бұларды обновить етпесеңіз, сіздің телефоныңызға вирус кіріп кетуі мүмкін, көп тұра беретін болса. Менде міне қазір жоқ. Мен өткен кеше барлық приложениеге обновление берген болатынмын. Бұл жерде ойындар барлығы керек емес. Сіздерге ұнаған болса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мен бұл тазадан ашқан арнам. Енді мен сіздерге тек пайдалы нәрселерді ғана салып отыратын боламын. Так, енді осы жерде бізде болып қалды ғой деймін. Так, батареяда батареяға кірген жерде мінекей астын ашып қарасаңыздар, бұл жерде сіздердің зарядкаңызды қай ойын, қай приложение көп зарядка жегенін көрсетіп тұрыпты. Міне, менде мысалға бірінші орында FK Mobile тұр. 40%, 100%, зарядкам 100 болса, сол 100-ің 40%-ын андай FK Mobile жеген болып тұрыпты. Ал YouTube 23%-ын жеген, Google 9%-ын, Telegram 5%-ын, Яндекс браузер 3%-ын жеген болатын. Бірақ мен бүгіндікке Яндекске кірмеген едім, бірақ бұл қайдан жегені түсініксіз. Бұл жерде тағы да айта кететін жайт. Так, бұл жерде бізде басқа не бар? Басқа бізде қазіргі ештеңе жоқ. Мына жерде темный режим. Енді өздеріңізге қалағаныңыз ғой, темный режим қоя беріңіздер. Темный режим көзге анық көрінеді, андай жарықтан қарағанда жақсырақ деп ойлаймын. Так, сіздерде менің телефоным не Redmi 12S, Xiaomi Hyper OS деп жазылып тұрыпты. Төбеде міне версиясы 1.9 дейді. Так, бұл жерде обновление беретін болсақ, обновлениенің өзі жылына бір рет қана беріледі. Мен алдында беріп тастаған болатын обновлениені. Так, бұл жерде бізде болды ғой деймін. Так, достар, сосын Redmi-дің бір жақсы жерін айта кетейін. Сізде Redmi телефоны болса, сіздің қасыңызда Redmi телефоны болса, мына жерде мысалға Share Me деген приложение бар. Сіздер андай Play Markеттен андай шарит тартып жүресіздер ғой, бұда шарит тартудың керегі жоқ. Share Me өзі Redmi-дан Redmi-ға жібереді. Міне қараңыздар, тез жіберіледі еще. Бар жоғы 2-3 минут уақытыңыз кетеді. Міне отправить болса, біреуге жіберетін болсаңыз отправить басасыз, ал сізге біреу жіберетін болса получить басасыз. Получить басып, ананың Bluetooth-ына жалғайсыздар. Міне осы Share Me деген өте жақсы нәрсе негізі. Тартып алса, Redmi телефондарында ғана болады. Айта кететін жайт, бір сол жері қиындау. Сізде Redmi телефоны болса, сол жері жақсы болады. Тағы да айта кететін жайтымыз, басқа айтарым жоқ деп ойлаймын, достар. Ендігі видеода біз Google аккаунт қалай ашамыз, қалай өшіреміз, тағы анау-мынау видеоларды түсіретін боламын. Ендеше сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, барынша комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Ал достар, қош сау болыңыздар.